Шамға сапар. Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам 12 жасқа толғанда, көкесі Әбу Тәліптің тұрмысы тіпті нашарлап, ішіп жемге тарығып қалады. Ол кезде Меккеден алыс өңірлерге сауда керуендері қатынайтын. Сол тұста Әбу Тәліпте саудамен айналысуға бел буады. Құрайштықтармен бірге Шамға осы мақсатпен сапарға дайындалады. Керуен алыс жолға жан-жақты әзірленіп жатады. Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам көкесінің де кететінін естігенде көңілі құлазып сала береді. Әкесінен де, аяулы анасынан да осындай сапар соңында мәңгіге айырылған бала көңілі саяхат десе өрекпей жөнелетін. Не де болса көкесімен бірге кеткісі келеді. Бірақ бұл ойын жеткізудің амалын таба алмайды. Ақыры уақыт жақындаған соң көкесіне ішіндегісін бүкпесіз айтып салды. Көкешім-ау, ұзақ сапарға аттанып барасыз, мені кімге тастап кетпексіз? Мұнда менің әкем де, шешем де жоқ қой деп жылап жіберді. Көз жасы моншақтап төгілген бауырын құшағына алып, көңілі босаған Әбу Тәліп дереу шешім қабылдады. Мұхаммед те керуенге қосылатын болды. Баланың қуанышын көзінен оқуға болар еді. Керуен жолға шықты. Шөл далада ұзақ жол жүрген соң Бусра деген жерде тоқтап тынығып алмақ болды. Бусра меккелік керуендер жыл сайын тынығатын, суы мен нуы мол 9 жолдың торабында жатқан мекен. Бусраның жәрмеңке алаңына жақын орналасқан шіркеуде Бахира есімді монах барды. Ол христиандардың арасынан шыққан, білімділігі үшін жұрт оны құрметтеп қастерлейтін. Сол шіркеуде ескіден сақталып келе жатқан киелі кітап болған. Содан пайдаланып, ғибадат еткендер аса білімділігімен ерекшеленетін. Әрине, оның сыры тек монахтарға ғана мәлім еді. Құрайштың керуені жылдағы әдеті бойынша әлгі шіркеудің маңына тоқтайды. Жыл сайынғы сапарларында сәлем сауқатпен ғана шектелетін Бахира адам танымастай өзгеріп, оларға ерекше ілтипат көрсетіп қарсы алады. Құрайштықтар әуелгіде секемденіп, сонан соң таңданып қалады. Монах оларға арнайы дастархан жайып қазан көтереді. Керуеншілер мән жайды түсінбей аң-таң. Білімді монах Құрайштардың керуенінде бұрын соңды байқалмаған құбылыстың куәсі болғанды. Шіркеуде орыннан Құрайштың керуені тамашалап отырып, бір шөкім бұлттың олардың төбесіне көлеңке түсіріп жүргенін байқайды. Керуен тоқтап, ағаштың көлеңкесіне тынықпақшы болғанда, әлгі бұлт ағаштың үстінен көлегейлеп тұрады. Бұл құбылыстың тегін еместігін ұғынған монах керуендегілерді асқа шақырып, көрген білгенінің анық қанығына көз жеткізу үшін жолаушыларға хабар жолдайды. Ей меккеліктер, сендерге арнап дастархан жайдым. Үлкен кіші біріңіз қалмай келіп, дәм татыңыздар. Құрайштықтар да үндемей қалмады. Бахирадан мұнша мейман достығының себебін сұрады. Монах жай ғана, сіздердің қонақ екендіктеріңіз рас, бір дәм сұнайын деп едім. Ал астан алып отырыңыздар деді де қойды. Тамақ артынан шай келді. Қонақтар жайғасып, әңгіме қызығына берілген. Бахира ғана келгендер арасынан іздеген кісісін таба алмай әлек. Отырғандардың ешбірі кітапта айтылғандарға сәйкес келмейді. Монах жиналғандарды әрі-бері көзімен сүзіп, ойындағысын таппаған соң, араларыңызда келмей сыртта қалғандар бар ма деп сұрайды. Құрайштар болса, ей Бахира, сенің шақыруыңа бәріміз түгел келдік. Тек керуендегі мүліктерді күзетуге бір баланы тастап кеттік. Қалғанымыз төрт көзіміз түгел осындамыз деді. Бахира мұны естіген соң қоярда қоймай ол баланы алдырады. Бала Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам дастархан басында отырғанда Бахира оның әрбір қимылын қалт жібермей бақты. Бахира іздегенін тапқанда еді. Өйткені алдында отырған нұр жүзді балдырғанның әр қимылы, әрекеті, түр-түсі тура кітабында жазылған сипаттармен дәлме-дәл. Тамақ желініп, қонақтар қайтуға жиналған тұста Бахира баланың құлағына сыбырлап, мен сенен бір нәрсе сұрайын деп едім. Лат пен Узза пұттарының ақысына шыныңды айтшы деді. Лат пен Уззаның атын естігенде Әзіреті Мұхаммедтің оған Аллахтың игілігімен сәлемі болсын түрі бұзылып кетті. Сосын жұлып алғандай, Лат пен Уззаның атымен менен ештеңе сұрамай-ақ қой, дүниедегі ең жек көретінім солар деп жауап берді. Онда деді Бахира, Алланың атымен сауалдарыма жауап бер. Не сұрағың келсе, енді сұрай беруіңе болады, деді Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам. Сұрақтарына баланың берген жауабы дін басын қайран қалдырды. Әрбір жауаптан киелі кітаптағы ишараттарға көз жеткізе түсті. Ең соңында сенімді болу үшін баланың арқасын ашып пайғамбарлық мөрін көргенде
оның соңғы нәби екендігіне еш шүбәсі қалмады. Манақ санасын жаулаған сан сауалдың жауаптарын тапқан соң, аяңдай басып Әбу Тәліптің жанына келді. «Бұл бала кімің болады, ұлым?» «Жоқ, менің білуімше оның әкесі болмауға тиіс». «Қайдан білдің?» «Негізінде солай, бауырымның баласы». «Әкесі қайда?» «Баланы дүниеге келмей жатып қайтыс болып кетті». Бахира мәселенің мән-жайын анықтап алған соң, Әбу Тәліпке мынандай ақыл айтып, хақ жолындағы адам екенін байқатты. «Бауырыңды алып еліңе қайт. Оны яһудилерден қорғамасаң болмайды. Олардың арасында көре алмайтындар, небір қызғаншақтар бар. Менің білетіндерімде оларға аян. Баланың бойындағы ерекшеліктерді көрсе, дұшпандық ойлауы әбден мүмкін. Өйткені сенің бауырың болашақта даңқты адам болады. Айтқанымды тыңдасаң, бөгелме, аулыңа қайт». Бахираның айтқандарына ден қойған Әбу Тәліп әкеле жатқан заттарын сол жерде өткеніне сатып, Меккеге оралады. Бахирасында көптеген христиан және яһуди ғалымдары соңғы пайғамбардың белгілерін киелі кітаптан оқып үйреніп, мойындаса да, оларға ислам кәусары бұйырмаған. Жахилия дәуіріндегі азғындаушылықтар. Әбу Тәліп мұнан былай нұр жүзді Мұхаммедті қасынан бір елі қалдырмайды. Оның болашақта үлкен азамат тұлға болатынына сенім арта түскен. Баланың тәрбиесіне бұрынғыдан бетер көңіл бөліп, айтқанын екі етпейді. Мұхаммедтің де саллаллаху алейхи вассалам ақылы толып, мінезі жайдарлана түскен. Сондай-ақ сымбатты, орта бойлы боз баланың көркіне көз тоймайтын. Толқынды қара шашы, қалың қара қастары ашық маңдайына ерекше рең беріп, мөп-мөлдір қарақаттай көздері мен қап-қара ұзын кірпіктері ажарын даралап тұратын. Ұлы Алла тағала әубастан оны адамзаттың пайғамбары етіп жаратқанды. Сондықтан ол Раббының тәрбиесін тікелей алатын. Бүткіл Арабстанды, оның ішінде Меккені де жайлаған надандық, әдепсіздік, пасықтық тәрізді жамандық атаулыдан пәк еді. Әсіресе елді кеңінен жайлаған пұтқа табынушылықты, пұттарды жек көретін. Оның бос әурешілік екенін жаста болса білетін. Өмірінде пұт атаулыға жолап көрген емес. Реті келгенде мынандай уақиғаны баяндай кетейін. Құрайш мүшіріктерінің дәстүрі бойынша жылына бір рет Буана есімді пұттың айналасына жиналып, сол жерде шаш сақалдарын кесіп, құрбан шалып, тойлау әдеті бар болатын. Осы салтанатқа Әбу Тәліп те отбасымен бармақ болады. Дәл үйден шығар тұста Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам ойын-сауыққа қатыспайтынын айтқанда, көкелері жатып кебіренжейді. «Тәңіріңнің құрметіне ұйымдастырылған думанға барғым келмейді деген не сөз? Қаһарына ұшырап кетем деп қорықпайсың ба? Бұл қылығың біздің әулетке тіпті жараспайды» дейді. Өкпе айтып жалынып қоймаған соң, көңілдерін қимай, Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам ағаларының соңынан еруге келіседі. Бар жақсысын киіп, сыланып сыйпанып, мәз-бейрам болған елге ілесіп, ол да салтанат өтетін жерге келеді. Іштей бұл әрекетке наразы болса да амалсыздан әрең келген Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам Буана пұтының жанына жақындағанда аяқ астынан жоқ болып кетеді. Ел жұрт аң-таң. Біраздан соң, сонадай жерде дірілдеп қалшылдап қара терге түскен күйінде көреді. Бауырлары шошып, «Не болды саған? Не көрдің?» деп тұра жүгірді. Сүйікті пайғамбарымыз, «Мен пұттың қасына жақындағаным сол еді, ақ киімді ірі денелі бір кісі пайда болды да, «Ей Мұхаммед, ары тұр, пұтқа жолаушы болма» деп дауыс көтерді. Онан соңғысын өзімде білмеймін деді. Осы уақиғадан кейін пайғамбарымыз күні өткен рәсімдерге қатыспаған. Пайғамбарлық туын көкке көтеретін, таухидты түсіндіретін тұлғаның өз сеніміне кереғар дүниелерден бала кезінен ақ аулақ жүруі заңды да. Хақ тағала сүйікті елшісін сол кезден бастап қорғады, тәрбиеледі. Сүйікті пайғамбарымыздың өзі бір сөзінде құдіретті күшті Алла тағала маған тек әдептілікті нәсіп еткен деген. Мүшіріктер де оны мойындаған. Батыс ғалымдарының да исламға қатысты еңбектерінде атап көрсеткендей, Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам жайында көп әңгіменің түйіні оның адамгершілігі мен әдептілігіне келіп тоғысады.